Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге бір ғана жұмыртқаның ағынан 30-35 дана печенье жасауды көрсететін боламын. Және де көріп тұрғандарыңыздай печенье өте әдемі, өте керемет болып піскен, және де песочный үгітіліп тұрады. Міндетті түрде менің айтқан бойынша жасасаңыз, сіздер де бір жасағаннан шығатыны анық қыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сармайға осындай сахарный пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Негізі шекермен алмастыруға болады, бірақ шекер кішкене майда болу керек қыздар. Одан кейін екеуі осылай аппақ болып көпіргенше араластырып алып, үстінен жұмыртқаның ағын қосамыз. Ол өкінішке орай түспей қалыпты. Жұмыртқаның ағын қосқаннан кейін де кішкене араластырып жіберіп, енді електен өткізілген ұнға разрыхлительді салып, барлығын бірден емес, аз-аздан сала отырып миксермен араластыратын боламыз қыздар. Барлығының мөлшерімен описание қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіз болады. Қамырдың консистенциясы дәл осындай болған кезде осындай арнайы кондитерский мешокқа салдым, арнайы насаткамен. Негізі сіздер кішкене домалақтап немесе әртүрлі етіп ішінде өздеріңіздің фантазияңыз бойынша пісірсеңіздер болады. Ал мен осындай насаткамен осындай форма жасап шықтым. Әртүрлі формада пісірдім қыздар. Ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қызып тұрған печкада 15-20 минут пісіріп аласыздар. Және де осындай керемет печеньелер дайын болады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте үгітіліп тұрады. Дәл дүкенде сататындай печенье қыздар. Арнама жазылмаған болсаңыз жазылып алыңыздар.